Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Қарызсыз қоғам жобасы аясындағы тегін сабақтарымызды жалғастырамыз. Бүгін бізде екінші сабақ. Бірінші сабақтағы тапсырманы орындады деген ойдамын. Ол жерде сіздерге білесіздер, отбасылық бюджет, өзіңіздің кірістеріңізді, шығыстарыңызды есептеп жазуларыңыз керек болған. Енді ол тапсырманы орындасақ, бүгінгі сабағымызда біз пайыздық мөлшерлемеге қатысты тоқталғым келеді. Білесіздер, енді мен 2018-ден бері үлкен аудиторияға қаржылық сауат тақырыбындағы түрлі бағыт, әсіресе баспанаға бағытымды айта бастадым. Сол кезде мен елдің біреуіне де айтпайды екенмін, сен мына банктен ақшалай кредит ал демеймін. Немесе қандай да бір тауар кредитін ал деп ешқашан бір кеңес бермеген едім. Неге? Өйткені бәрібір де процент жоғары. Бұл банктердің елдер айтып жатады ғой, неге пайызды төмендетпейміз, неге бұлай деген. Енді бұның барлығы айналып келгенде ұлттық банктің қоятын базалық мөлшерлеменің процентіне байланысты, одан кейін инфляцияның қарқынына байланысты болып келеді. Инфляция қарқыны төмендейтін болса, базалық мөлшерлеменің деңгейі де төмендейді, және де девальвациялық қысымдар азайған кезде де базалық мөлшерлеме төмендейді. Ал егер де осы жағдайлар нарықта орын алатын болса, әрине сізге берілетін кредиттің мөлшерінде проценті салыстырмалы түрде азаяды. Пайыздық мөлшерлеме пайыз барлығында бар деп айтамыз, олсыз болмайды. Негізгі пайыздың түрлері ол мектепте оқып жүрген, мысалға үйренген қарапайым пайыз, одан кейін күрделі пайыз деп алсақ болады. Қарапайым пайыздың мысалға сіз 100 мың теңгені бір жылға немесе 3 жылға 10%-бен алатын болсаңыз, үстінен 10 мың теңге деп мысалға қайтарасыз. 10 мың, 30 мың деп қарастыруға болады. Немесе жылдық 10% мөлшерлемен 10 мың теңге алсаңыз, 1000 теңге. 1000, яғни бір жылға 1000 теңге, 3 жылға 3000 теңге деген секілді. Ал күрделі пайызды алатын болсақ, ол керісінше әр жылға қосымша пайыз есептеледі. Енді ол мен айтқым келеді, бір арнайы бір бас қатырып формуласына қойғаннан гөрі қазір бізде түрлі сайттар бар, немесе сол тіпті банктердің де сайтында кәдімгі калькуляторлар бар екенін айтқым келеді. Одан кейін кейбір пайыздық мөлшерлеменің өзіндік ерекшеліктері де болады. Оның сіздің кредит алғанда немесе тауар алғанда міндетті түрде оның келісім шартын оқу керек. Енді оқымасаңыз да менеджерден сұрасаңыз болады. Мысалға, тиянақталған, фиксированный қатып қалған пайыздық мөлшерлеме болады. Мысалы, 20%, 30%, 22% деген секілді өзіндік мөлшерлемесі бар. Немесе құбылмалы, ол нарықтық экономикаға байланысты, жаңа айтқандай базалық мөлшерлеме артатын болса, оның да сомасы артып кетеді, сізге аяқ астынан қарыздық жүктеме өсіп кетеді. Немесе керісінше экономикалық жағдай елімізде оң, бюджетте ешқандай дефицит жоқ, профицитке өткен жағдайда, онда бұл құбылмалыны таңдайтын болсаңыз, әрине ол сізге тиімдірек болады. Себебі базалық мөлшерлеме төмендейтін болса, сәйкесінше сіздің де несиеңізді төмендетуге мүмкіндіктері бар. Бірақ енді біздің жағдайда әрине ол тиянақталған, қатып қалған бір пайыз болғаны дұрыс деп өзім санаймын. Енді пайыздардың да қосылуы ол ай сайын, немесе жыл сайын, немесе күн сайын тіпті қосылатын пайыздар бар. Несие жай ғана қарызға берілетін құрал ғана емес, ол адамның өмір сүруін сапасын арттыруға қажет. Ал бізде керісінше болып кеткен. Өкінішке қарай адам несие алады, несие алып тағы да қарыз алады, қарыздың үстінен қарыз алып, анау орысша айтқан долговая яма дейді ғой, сол шұңқырға түсе береді, өзіне адам орғаза береді. Әрине, несие алуға мүлдем жоламаңыздар барынша, бірақ қайталап айтам, амалсыздан барасыз ба, осы сабақтардың барлығы сізге арналады. Несие қай кезде сізге көмекші болуы мүмкін? Инвестиция ретінде, жаңа айтқандай бизнес ретінде қарайтын болсаңыз, кәсіпті дамытуға, немесе жылжымайтын мүлік алғанда. Мысалға, жылжымайтын мүлікті мен неге жиі айтам? Өйткені, мысалға қараңызшы, сіз 10 жылға несие, ақшалай несие алсаңыз, оны 10 күнде жаратып тастайды кейбір адамдар. 10 айда жаратып тастайды, мысалға, максимум делік. 10 жыл төлеп жүреді, сосын 10 жылдан кейін қолында дымы қалмайды ол ақшадан.
Ал егер де сіз өзіңізге ипотека үй алатын болсаңыз, 10 жыл бойы төлеусіз сол кредитіңізді, ипотекаңызды. Бірақ 10 жылдан кейін не қалады сізде? Басыңызда бастың панасы, яғни баспанаңыз қалады. Осыны ұмытпаған абзал. Енді несие қай кезде қақпанға айналады? Қақпан дегеніміз енді тұсау ғой, былайша айтқан кезде, иә. Бағанағы айтқандай эмоциямен сатып алған дүниелер, тіпті эмоцияға беріліп, мына бір телефон бір жерде 300 мың теңге тұруы мүмкін. Сіз қалада басқа жерден іздестірсеңіз, 250-де тұруы мүмкін, 280 болуы мүмкін, мысалға. Сондықтан бірдеңеге көрдім деп жаңағы айтқандай жылтыраған дүниеге жармасудың қажеті жоқ. Одан кейін қарызға өмір сүру. Жаңағы айтқандай қарыздан қарыз алып, одан кейін өтірікті айтып, өтірікті судай сапырып, мысалға, неше түрлі. Одан кейін әрине ең жоғарғы пайыз, ГСВ деп жатады, пайыздық мөлшерлеме, соған процентіне қарауымыз керек. Өкінішке қарай, көп жағдайда әсіресе микрокредиттерде процент өте жоғары. Несие алғанда неге мән беру керек деген сұрақ туындайды. Міндетті түрде пайыздық мөлшерлемесіне, одан кейін алынған мерзіміне, одан кейін әрине ай сайынғы төлеміне. Бағанағы айтқандай, қазақта жақсы сөз бар, көтере алмайтын шоқпарды беліне байлама дейді. Көрдіңіз ба? Бұл да бір қазіргі таңда несие үлкен бір шоқпар болып тұр. Одан кейін несиеде өзіндік комиссиясы бар ма, қандай шығындары бар. Одан кейін мерзімнен бұрын жабатын болсам, комиссия төлеймін ба, немесе сақтандыру, страховка қосып қояды, немесе кейбір банктерде сақтандыру болмайды. Соның барлығын оңды солды есептеу керек. Одан кейін мына несие алатын кезде де, ипотека алатын кезде де негізі банктер сіздерге төлемнің екі нұсқасын ұсыну керек. Ол аннуитет дейді. Аннуитетті төлемнің бір плюсы ол ыңғайлы. Яғни басыңызды ауыртпайсыз. Ай сайын сізге 80 мың теңге төле дейме, болды. Бүкіл несиеңіз біткенше 10 жыл бойы, 5 жыл бойы, 1 жыл бойы 80 мың теңгені төлеп отырасыз аннуитеттің, Артықшылығы, артық төлем жоғары. Бұл жерде сіз бастапқыда жаңағы өз қарызыңыздан көріп банкке беретін қарызыңыз көбірек болады аннуитетте. Ал келесі төлемде ол дифференциалды төлем, сараланған төлем деп жатады қазақ тілінде. Ол жерде переплата, артық төлем салыстырмалы түрде кішкене болсын аздау болады, және де негізгі қарызыңыз тезірек жабылады. Сонымен қатар осы дифференциалды төлемде ол былай болады. Бастапқыда сіз көбірек төлеуіңіз мүмкін, жаңағы 80 мың теңге аннуитеттердің айына бүкіл 1 жыл бойы, 5 жыл бойы аннуитет 80 мың болады. А дифференциалда басында сізге ол 80 мың болып басталады, немесе 100 мың болып басталуы мүмкін, сосын ай сайын төлеміңіз азая береді. Соңында сіз жаңағы өз қарызыңызды ғана жабасыз, былайша айтқан кезде, қарапайым тілде айтатын болсақ. Яғни алғашқы кезде ай сайын төлем жоғары болады да, сізге ол салмақ тудыруы мүмкін, бірақ жыл өткен сайын ол азаяды, яғни дифференциалды төлем жүйесінде. Ал бірақ көп жағдайда банктер аннуитетті төлем жүйесін ұсынады, себебі ол банкке ол тиімділігі, олардың алатын пайдасы үлкен болып тұрады, яғни сіз көбірек төлейсіз. Одан кейін тұрақтылық, жаңа айтқанда айына бір ғана сома банк соны талап етеді, және де риск тәуекелі аз болып келеді, яғни қарыз алушының ай сайын төлейтін төлемі өзгермегендіктен мерзімі өткен қарыз, просроченный қарыз бола қоймайды. Аннуитеттің қарыз алушыға да тиімділігін айттық, негізгі тиімділік ол басына ауыртпайды, миына бір айына 80 мың теңге төлеу керек дейме, соны ғана құйып алады. Одан кейін мына нәрсені де кредит алған кезде танысу керек. Мерзімнен бұрын өтеу жабу, яғни досрочное погашение. Оның да түрі бар, полное досрочное погашение, толығымен жабу, немесе частичное досрочное погашение. То есть ішінара жабу деп аталады. Яғни әрқайсының комиссиясы бар ма? Қандай нелері бар, артық төлемдері бар, соның барлығын алдын ала сұрап алуыңыз керек. Полное погашение, одан кейін частичное погашение жайлы айтып өттік. Одан кейін енді мынау қарызыңыз орысша айтқанда просрочка болып жатса,
90 күннен әсіресе асып кетіп жатса, одан қорқудың қажеті жоқ. Бәрібір де банкке келіп, сіз жаңа төлем кестесін алу керек. Немесе шоттарыңыз арестта тұрып қалатын болса, оны шешуге әрекет жасау керек. Ол қарыз бәрібір де ол айтқандай сіздің энергияңызды алып қоятын, сізді ауруға алып келетін бір факторлардың бірі. Сондықтан өмірге бір-ақ рет келесіз, қарызсыз өмір сүруге адам әрекет ету керек. Жаңа айтқандай жаңа төлем кестесінде ай сайынғы төлемді азайтып, уақытын мүмкін созуыңыз мүмкін, жаңа шотыңыз аресттен шешілген кезде осында ескеру керек. Одан кейін мысалдарда келтірдім. Мысалға айлығым 120 мың, болмаса 180 мың, төлейтін кредитім 300 мың дейді. Қалай сіз ала бересіз десең, ой, анау реклама, бөліп төлеу, артық төлеу, бөліп төлеу, рассрочка, 12 ай, 24 ай дегенге мен ала беріппін ғой, есептемей дейді. Міндетті түрде есептеңіздер. Бюджет деген отбасылық бюджетті айттық, кіріс шығыс міндетті түрде есептелу керек. Енді сол бөліп төлеуді мен кейін айтатын болдым, өліп төлеу деп. Бөліп төлеу, өліп төлеу. Шынымен де, өйткені біз есептемейміз. Әрине, жақсы, мүмкін бір зат алған, екі зат алған, табысыңыз жетіп жатса, ала беріңіз, 10 зат ала беріңіз. Бірақ көп жағдайда табыс жетпей жатады ғой көп адамда. Сөйтеді де бөліп төлеуді алып алады да, соңында деп қиналып өліп төлеп жүреді. Бұл жерде енді рассрочканың негізгі бір артықшылығы, ол жерде шынымен де артық төлем жоқ дейді. Бірақ тауар құны ол нарықтағыдан мүмкін жоғары болуы мүмкін. Сол акция кезінде. Мысалға мен де қараймын, түрлі магазиндерден бір заттың бағасы 180 болады да, кейін рассрочка қосылған кезде ол заттың бағасы автоматтан 200-250 мың болып кетіп жатады. Көрдіңіз бе? Соны да қарау керек. Яғни олар алдын ала үстіне бағасын қосып қояды. Ол пайыз емес, бірақ сауданың әрекетін жасайды дегенде, осындай да бір кемшілік тұстары бар. Енді артықшылығы әрине қолыңызда бір керемет наличка ақша болмаса, оны қатты бір керек болатын болса, қатты қажеттілік туындаған кезде, онда әрине оны алу керек деп өзім есептеймін. Одан кейін енді бұл жерде жасырын жаңағы айтқандай мүмкін комиссия, мүмкін айыппұлдарда болуы мүмкін. Осыны ескеріңіз, өйткені бұл да бір сізге есептелетін бір рассрочкалы тауар кредиті ғой айналып келгенде. Оны бөліп төлеу деп айтқанымен, бәрібір де банк сізге оны тегін беріп жатқан жоқ. Тегін зат жоқ. Соны да ескеру керексіздер деп айтқым келеді. Бұл сабақты қорытындылай келе бір нәрсені түсіну керекпіз. Қандай несие, қандай кредит жаңағы түрі болмасын, сіз бәрібір де тәуекелге барасыз. Біріншіден. Екіншіден, сол қарызыңызды төлеу жолында, сол төлем қабілетіңізді сіз толығымен оңды солды есептеп, барлық тәуекелдерді қарап, мен ертең күні бұны төлей алмай қалсам қалай болады, егер төлеп тастасам қалай болады деген сияқты оңды солды барлығын есептеп қарауыңыз керек деп өзім ойлаймын. Одан кейін айтатын үшінші нәрсе, міндетті түрде банктерге барыңыз. Анау үйіңіздің қасыңыздағы банкке бара салмаңыз. Міндетті түрде қалаңызда 10 банк па, 10 банкке де барыңыз. Қалаңызда 15 банк па, 15 банкке барып, менеджерден бір 10-15 минут уақытыңызды алып, міне мен 500 мың теңге ақшалай несие алайын деп жатырмын, немесе 2 миллион алайын деп жатырмын. Соның переплатасы қанша шығады, қалай болады, комиссиясы бар ма деп барлығынан консультация алып барып, өзіңіздің ең тиімді деген ғана банкке барып, несие алуға енді амалсыздан кеңес беремін. Ал ең жақсысы әрине ақша жинау, қосымша жұмыс табу, қосымша бизнес бастау. Бұны біз не дейміз? Қазақта әрекетке берекет дейміз. Әрекетке берекет, сабаққа қатысып жүрген әрбір жанның дәулеті артсын, қарызсыз қоғамды бірге құрайық.